Бүгінде адамдар арасында жиі кездесетін қалыпсыздықтың бірі көз жасаурауы. Ол көбіне қабыну, шаршау, аллергия, атония яғни бұлшық етінің әлсіреуі және тағы басқа себептер әсерінен болып жатады. Бұл негізінен қауіпсіз, тіпті көздің жуылуына жақсы. Дегенмен көз жиі жасаурай берсе, жас көп бөлінсе, онда дәрігерге көрінген жөн. Мамандардың тұжырымынша, көз жасаурауы ағзада кейбір витаминдердің және микроэлементтердің жетіспеуінен туындайды. Мысалы, В2 витамині мен калий кемсе осындай болады. Адам жарыққа қарай алмайды, ауыз ұштарында әжім көбейеді. Ал кофе, ащы шай, тұзды ас, ұйқы дәрісін, зәр қуатын дәрілерді көп пайдаланған адамда калий жетіспеуі туындайды. Калийді ағзадан сондай-ақ физикалық және рухани ауыр салмақ түсіруде қуады. Мұндайда аяқ тоңғыш болады, сіңір тартылуы жиілей береді. Науқас тез шаршайды, ұйқышыл болады. Калий жетіспеушілігі сондай-ақ жүкті әйелдерде де әбіржітеді. Қысқасы, көзден көп жас ағуын тоқтату үшін құрамында калий мол азықтарды жеп тұру қажет. Оларға фасоль, банан, қияр, тағы басқалар жатады. Көз жасаурауы дұрыс таңдалмаған линза тағатын адамдарда да жиі кездеседі. Себеп көз бұлшық еттерінің шаршауы, мүйізгек қабығының сезімталдығы немесе онда линзаға аллергия болуы мүмкін. Мұндайда дәрігерге көріну керек. Косметикада көз жасаурауына себеп болуы мүмкін. Оны анықтау үшін біраз уақыт косметика қолданбаса жетіп жатыр. Яғни, көз жасаурауы тыйылса, онда ол косметика әсерінен болғаны. Мұндайда көзге шай немесе басқа тұнба басып, оған басқа косметика іздеу керек. Олардың құрамында көз жасауратын консерванттар болмауы тиіс. Бүгінде компьютермен жұмыс істейтіндер көп. Көз жасаурауы осындай адамдарда да жиі кездеседі. Бұған кеңсе ауасының ластығы, тым құрғақтығы, ылғал аздығы, монитордың дұрыс қойылмауы себеп болады. Егер осыған қоса адам шаршап, бас ауыра берсе, онда кеңседе өзгеріс жасау, ауаны тазарту қажет. Қысқасы, көз жасаурауына немқұрайлы қарамау керек, ертерек себебін анықтап, тиісті шара қолданған абзал.